Сәлеметсіздер ме желі көрермендер, сәлеметсіздер ме кішкентай бүлдіршіндер. Бүгін сіздерге ертегі оқып берем. Сіздерге ертегі тыңдаған ұнайды ма? Өте жақсы. Ертегіні айтпас бұрын сіздерге жұмбақ жасыру арқылы ертегінің атауын біліп алайық. Жарайды ма? Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар, иегінде сақалы бар. Кім біледі? Жақсы, жарайсыңдар. Тағы да жасырамын. Өзі қу, өзі айлакер, жүрген жері айқайда шу. Кім біледі? Түлкі. Жарайсыздар балалар. Ендеше балалар, халық ауыз әдебиетіндегі түлкі мен ешкі ертегісін сіздерге айтып берейін. Ертеде бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетеді. Шыға алмай тұрған кезде су іздеген бір ешкі әлгі апанда жатырған түлкіні көреді. Ей түлкі батыр, не қылып тұрсың дейді. Ой, не қылайын, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апаның іші әрі салқын, әрі түбінде тұнып тұрған суы бар екен дейді. Мұны естіген ешкі, мен де салқындайыншы, әрі су ішейінші деп ойлап, секіріп апанға түседі. Сонда түлкі ешкінің үстінен мініп, мүйізінен таған тіреп, апаннан шығып, қаша жөнеледі екен. Өтірікке алданба, басын пәлеге душар болады деген сөз осы сөзден шығады екен. Сіздерге ертегі ұнады ма, балалар? Иә, балалар, өте жақсы. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Балалар, сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.